Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін қаңтардың 12-сі. Сабақтың тақырыбы қарындасым билейді. Қарындасым сестренка для мальчика. Билейді, танцует. Жаңа сөздермен жұмыс жасаймыз. Откройте 8-ю страницу, 8-ші бет. Би – танец. Билейді, танцует. Үйірме – кружок. Моншақ – бусы. Сахна – сцена. Қимыл – движение. 8-ші бетте оқы, қайтала. Би – танец. Қимыл – движение. Моншақ – бусы. Есіне сақта. 8-ші бет есть предложение с личными окончаниями. Мен билеймін. Я танцую. Сен билейсің. Ты танцуешь. Сіз билейсіз. Вежливая форма вы танцуете. Ол билейді, он или она танцует. Келесі. Оқы, қайтала. Оқылым. Чтение, говорение, 9-ші бет, 2-ші тапсырма. Қарындасым Гүлсая би үйірмесіне қатысады. Сестренка моя Гүлсая участвует на танцевальном кружке. Гүлсаяның әдемі моншағы бар. У Гүлсаи есть красивые бусы. Оның көйлегі қызыл. Ее платье красное. Ол жақсы билейді. Она хорошо танцует. Ол сахнада достарымен қара жорға биін билейді. Она на сцене танцует с подругами қара жорға. Теперь ответим на вопросы. Гүлсая неге қатысады? Где участвует Гүлсая? Гүлсая би үйірмесіне қатысады. Участвует би үйірмесі кружок танцев. Оның көйлегі қандай? Какой у нее платье? Оның көйлегі қызыл. Гүлсаяда не бар? Гүлсаяда әдемі моншағы бар. Ол кіммен билейді? Ол достарымен билейді. Айтылым. 9-ші бет, 3-ші тапсырма. Говорение. Здесь дан диалог. Диалог вы должны дополнить. Оның қарындасының аты кім? Как зовут ее сестренку? Его сестренку. Оның қарындасының аты Гүлсая. Его сестренку зовут Гүлсая. Оның моншағы қандай? Ее бусы какие? Оның моншағы әдемі. Ее бусы красивые. Оның қызыл көйлегі бар ма? У нее есть красное платье. Оның қызыл көйлегі бар. У нее есть красное платье. Оқу тапсырмасы. 10-ші бет, 4-ші тапсырма, жазылым письмені. Гүлсая ән айтады. Қыздар сахнада би билейді. Әнел сурет салады. 10-ші бет. Оқу тапсырмасы. Сурет бойынша сөйлемдер құрап жазыңдар. По первой картинке Гүлсая ән айтады. Қыздар сахнада би билейді. Әнел сурет салады. Сонымен балалар, қарындасым билейді деген тақырыпты өттік. Сау болыңдар.